Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгінгі Алтын Орданың 750 жылдығына орай ұйымдастырылған ақпараттық сағатқа назар аударуларыңызды сұраймын. 1227 жылы Шыңғыс хан қайтыс болды. Ол қайтыс болғаннан кейін 1235 жылы Қарақорымда өткен моңғол ақсүйектерінің құрылтай жиналысы Шығыс Еуропаға жаңа жол жасауға шешім қабылдады. Моңғол әскерлерін Шыңғыс ханның мұрагер немересі Жошының екінші ұлы Бату басқаратын болды. Оңтүстік орыс князьдіктері де Батуға тәуелді болды. Осындай аса зор мемлекет шығыс деректемелерінде Көк Орда, ал орыс жылнамаларында Алтын Орда деп аталынды. Алтын Орда халқы этникалық жағынан біркелкі болған жоқ. Далалық өңірді негізінен мал шаруашылығымен айналысқан түркітілдес Қыпшақ, Қаңлы, Найман, Қоңырат, Керей тағы да басқа тайпалар мекендеді. Олар кейін жергілікті түркітілдес халықтармен сіңісіп кетті. Берке хан тұсында Алтын Ордаға ене бастаған ислам діні кейін Өзбек хан тұсында үстем дінге айналды. 1312 жылы Өзбек хан исламды Алтын Орданың мемлекеттік діні деп жариялады. Алтын Орда халқының қоғамдық және мәдени даму дәрежесі әркелкі болды. Алтын Орданың гүлденген мезгілі осы Өзбек хан мен оның баласы Жәнібек ханның билік еткен тұстар болды. Сөздің ең осы тарих, өткеннің өнегесі, бүгіннің баға жетпес байлығы. Тарихымызды дәріптейтін жастарымыз көп болсын.